Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сүйікті варенка мен пирогын жегім келіп, анамнан сұрасам бос емеспін деді. Сосын өзім жасайын деп шештім, сіздерде менімен жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Құрамын толық описанияға жазамыз. Мені қолдап каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңызшы. Алдымен ұнды салып, сосын шекер мен былқылдақ сары май салып араластырамыз. Шашып төккеніме мән бермеңіздер, баламын ғой. Осылай крошка дайындап, жұмыртқамен қопсытқыш салып біріккенше қамыр илейміз. Қамырын қайда қоярымды білмей қойшы деп салафанға сап қойдым. Содан соң өзім үшін пайдалы ғой деп мейізбен жаңғақты турап, варенкамен араластырдым. Арасында сіздерге көрсетпей жепте алдым. Қамырын екіге бөліп, үлкені жайып, ыдысымызға жақсылап орналастырамыз. Үстіне варенкамызды тегістеп салып, кіші қамырмен үстіне тор жасап пешке 180 градуста 30 минутқа салып пісіреміз. Ас болсын сіздерге. Рахмет.